Байланыстан қосақ мың сендерге 1989 жылы жарық көрген «Военные потери» фильмін айтып беретін боламын. Вьетнам соғысының ардагері Макс Эриксон троллейбуста азиялық келбетті қызды байқайды. Және ойына 1969 жылға оралады. Бұл уақыттарда ол ұмытқысы келеді. Мұнда сержант Тони Мейзеров қатардағы екі жауынгерге мина қойып шығуды тапсырады. Хэтчер дәл олардың астына вьетнамдықтар жүретін туннель бар деп тұспалдайды. Жауынгерлердің біріне жау көргендері бол шөп арасына оқ атады. Нәтижесінде отряд танықтап минометпен атқылай бастайды. Шегініп жатып Макс шынымен вьетнамдықтар жүретін туннельге тап болып шыға алмай қалады. Қатардағы жауынгер көмекке шақырады, бірақ оны бірінші болып вьетнамдық естиді және пышағын алып жауынгерді бір жақты етуге асығады. Ақыры сержант Максты байқап соңғы сәтте құтқарып қалады. Лезде ағашта отырған вьетнамдықпен атыс басталып кетеді. Сержант тағы да әрең дегенде шұңқырдан шығып келе жатқан жауды байқап бір жақты етеді. Таңертең отряд бір кішігірім ауылға кіріп келеді. Макс мұнда келгеніне 3 апта болғандығын айтады. Браунидің ойынша 2 ай өте айналада не болып жатқаны және өзінің не білдіріп жатқандығы маңызды болмай қалады екен. Макс балалармен өз шоколадын бөліседі, ал олар алғыс ретінде жемісті ұсынады. Сержант жергілікті тұрғындардың беріп жатқандарынан ештеңе жемеуге кеңес береді. Жауынгер жемісті сыпайылық танытып алғандығын айтады. Бұл қасындағыларда күлкі және ұят сезімдерін оятты. Олар тұрғындардың үйлерін жағатын. Енді сыпайы Макс олардың барлығынан кешірім сұрап шығатын болды ғой деп үстінен күледі. Әскерилер ауылда ер адамның бар жоғын сұрайды. Себебі айналаның барлығы әйелдер, балалар және қарттар болатын. Аңқау жергілікті бақша техникаларын үйрену үстінде еді. Брауни жігітке тыныш отрядпен жүруге кеңес береді. Әрине ол әйелі мен баласына қайтқысы келсе. Брауни сержантпен жақында олар дембіл болатындығын әңгімелесіп жатты. Бірақ кенет жігіт оққа ұшады. Атыс өзеннің арғы жағындағы шөптер арасынан басталған еді. Қоса артына христиандық американдықтарға граната лақтырады. Ғажайып орын алып Макс оны гранатометімен бір атып түсіреді. Мойнынан алған жарақаттан Брауни көп қан жоғалтады. Жауынгерді алып кетуге лезде вертолет келеді. Брауни сержанттың ескі әскери жолдасы болатын. Ол жылап жіберейін деп өзін зорға ұстап тұрады. Отряд әскери базаға оралады. Жауынгерлер пиво ішіп дем алып жатыр еді. Тек сержант талқынғанда әрі тыныш болып отыр еді. Қол астындағыларды ертең барлауға шығатындарын айтып бір қуантып қояды. Ал Брауни өмірден озған еді. Капрал Кларк бұл жерді жек көретінін айтады. Ол бұл жерді жарып жібергісі келетін. Макс Браунидің өлімінен кейін соғысқысы да келмей қалады. Қоса олар тек үнемі шегініп жүретін. Кешке отряд қалаға шығып қыздар жалдап демалмақшы еді. Бірақ шыға берісте оларды қайтап жібереді. Бір себептермен бүгін қалаға жол жабық еді. Жігіттер казармаға қайта оралып өлгенін шешеді. Сержант оларды Брауниді ауыстыратын қатардағы Диасты таныстырады. Таңертең олар күн шыға жолға шығатын. Олар картада жоқ бункерлер мен туннельдерден табуы керек еді. Қоса олар бір сағатта ерте шығады. Жақын маңдағы ауылдағы қыздарға барып көңіл жазып әскери рухты көтеретін. Макс шынымен сержант қызды алып қашпақ болып жатқанына таң қалады. Дембілге ай қалды емес пе? Неге сонша тәуекел етіп жатыр? Ал таңға жақын біз ауыл ішінде бейбіт ұйықтап жатқан тұрғындардың үйін қарап жүрген отрядты көреміз. Олардың біріне екі бауырларды көреді. Екеуінің де аузын жабады, бірақ айқайлар бәрібір шығып бүкіл ауылды оятады. Бұл жағдай Макстан 10 метр жерде орын алып жатыр, бірақ ол ештеңе істей алмайтын. Қоса қатардағыларды үй алдына қояды, басқа келген тұрғындарды жақындатпас үшін. Барлығының реакциясына қарасақ тек көргендеріне сескеніп тұрған Макс ғана сияқты. Үйдің ішінен бір қызды алып шығады. Анасы оған оралма бермек болады, бірақ оңбаған Кларк оны қыздың аузына тығып жібереді. Кешіріңіз деді Макс қорқып тұрған даусымен. Қыздың қолын байлап отрядпен бірге жүруге мәжбүрлейді. Макс сержантқа барып ұрланған қыз жайлы әңгімелеспек болады, бірақ лезде Хэтчердің жанына жіберіледі. Ақымақ жауынгер неге бұлай бұрыннан жасамадық деген ойға кетеді. Олар Шыңғыс хан сияқты бола алатын. Үзіліс кезінде Кларк тұтқынға қырындай бастайды. Диас Максқа қызды зорлағысы келмейтінін айтады. Макс та олай жасамауын өтінеді. Ал Хэтчер шу шығарып жатты. Ол шөп арасында вьетнамдықты көргенде бұл боқ атады. Бұл буйбул болып шығады. Қыз жөтеледі. Сержант аспирин таблеткасын оған ішкізеді. Макс тағы да сержантқа олар не істеп жатқанын айтуын өтінеді. Мұнда мүлде не болып жатыр? Сержант қызы жезөкше, ал біз оны пайдаланып кішкене көңіл көтереміз деп айтады. Макс өзінің ұлық көрмеуін өтінеді. Ол үйінде жылы төсегінде ұйықтап жатқан христиан болады. Сержант Максқа қысым көрсете бастайды. Олардың барлығы әскери жолдастар, ал қыз олар соғысып жүрген вьетнамдық. Ал Макстың кім екенін белгісіз еді. Жауынгер Хэтчер қызға өз сөмкесін арқалатып қояды. Мұны көрген Кларк оған керісінше өз сөмкесін көтеруге мәжбүрлейді. Тұтқын өте ұзақ жолды жалаң аяқ жүріп өтеді. Отряд тастанды үй алдына келіп тоқтайды. Сержант мұнда командалық пункт құрғысы келеді. Сержант барлауға өзімен бірге екі адамды алып кетеді. Диас Максқа егер қызды күштеп алуға бұйрық берілсе, қызды қорғауды өтінеді. Қатардағы жауынгерлер бір-бірін қолдауды шешеді. Макс қызға жақындап арқасындағы жарасын емдемек болады. Бейшара қыз қатты қорықты, бірақ сосын оны ренжітпейтінін түсінді. Сержант сыпайы жігіттің миын орнына қоймақ болды және айтқан сөздері үшін кешірім сұрады. Қоса олар тек бір-біріне ғана сене алатындығын есіне салады. Сержант Максты тұтқынға алып келеді және қыздың қолын байлайды. Макс оны қалғандармен бірге зорлайтын. Бірақ жігіт кері бұрылып кетіп қалады. Сержант ашуланады. Мүмкін ол көгілдір шығар, себебі қалған барлығы көңіл көтеруге дайын тұр еді. Сержант Макстың Диасқа қарап тұрғанын байқайды. Мүмкін олар бірге.
бірақ Диас қорқып кетеді және барлығымен бірге екендігін айтады. Сержант пен капрал ендігісі түсінбей тұрды. Макс педик пе әлде қорқақ? Мүмкін ол вьетнамдықтар жағында болар. Онда жігітпен бақытсыз жағдай орын алуы мүмкін еді. Қатардағы жауынгерді кім іздейді дейсің? Макс сержантқа қару түрейді. Ол тіпті міз бақпайды. Сержант үй бетке қарай жүреді. Ол кезекте бірінші болатын. Ал Макс қозғалғанда Кларк оның тамағына пышақ тірейді және қатардағыны күзетке қойып қояды. Екінші сержант Диасқа баруға бұйрық береді және бұл түні бойы жалғасады. Макс бірде-бір рет үй жаққа қарамайды. Таңертең топ өзенге жетіп барады. Мұнда олар жауды көреді. Вьетнамдықтар бірдеңе бүлдіргелі жатқаны анық еді. Макс пен Хэтчер үйге барып қосымша жабдықтар әкелуге жіберіледі. Ал Диас көмек шақыруға кетеді. Кларк ашуланады. Ол тұтқынға қарап отырмай атысқысы келіп жатты. Капрал Максты қалдырып өзі Хэтчермен өзенге аттанады. Ал Макс әбден қиналған вьетнамдық қызды босатпақ болғаны ол әбден шошып жақындатпай қояды. Кешір деді тағы да сыпайы америкалық. Қыз ауырып жатты және ыстығы бар еді. Тұтқын крекерлерге аш қасқырдай атылады. Тұтқынын тамақтандыру зорлаушылардың ойына да келмеген еді. Сержанттың жанына капрал келгенде сенің өзің басың істей ма деп ұрсып береді. Ол қалай Максты жалғыз өзі тұтқынмен қалдырып кетеді. Капрал артқа қайтады. Макс шынымен де қызды қашып кетуіне көмектесіп жатыр еді. Оның өзі бара алмайтын. Оны қашқын деп есептеуі мүмкін еді. Бірақ вьетнамдық жабысып өзінің ауылына дейін жетуге көмектесуін сұрап жалынады және Макс келіседі. Олар енді джунгли жаққа бет алғанда Кларк оларды тоқтатып жауынгерге сержанттың жанына аттануға бұйырады. Бүкіл отряд тұзақта жатып вьетнамдықтарға шабуыл жасайтын оңтайлы сәтті күтіп жатты. Қыз үнемі жөтеліп жатты. Кларк оның аузын қолымен жабады және сержантқа қызды өлтіріп тастауды ұсынады. Болмаса қыз олардың позициясын білдіріп қояды. Сержант тұтқында өлтіруді Максқа тапсырады. Ол Брауниді есіне салады. Ол мұндай ішке ешқашан бармайтын. Қызды өлтіруге өз еркімен Кларк қол көтереді. Бірақ сержант пышақты қатардағы Хэтчерге ұсынады. Ол да сасқалақтайды. Кезек Диаста болатын. Макс бұлай жасамауын өтінеді. Бірақ Диас тұтқынға қарай келе жатты. Соңғы сәтте Макс ауаға оқ атып жібереді. Осылайша қызды өлтіруге себеп қалмайтын. Атыс басталып кетеді. Макс отрядтың артын жабуға үшін қалады. Қалғанда жолмен қаша жөнеледі. Қызды қорғауға ешкімнің уақыты жоқ еді. Сондықтан Макс прицельде отырғанда Кларк қызға үлкен пышағымен бірнеше рет сұғып алады. Америкалықтарға көмекке әскери катер келеді және сержант ендігі шегінуге таптырмас уақыт екенін түсінеді. Ауыл жарақат алған қызды ептеп аяққа тұрады және жол бойымен жүре бастайды. Қыз айналасында не болып жатқанын білмейтін. Әйтеуір алға жүріп келе жатты. Сержант оның өзінің алдында көріп таңғалады. Ол кетіп жатты деп айқайлайды сержант. Және Максты ұрып түсіреді. Бейшара қызды төрт жақтан атып тастайды және ол төменге қалай құлай кетеді. Дәл осы сәтте әскери ұшақтар да келіп жетіп айналаны дым қалдырмай бомбалайды. Вьетнамдықтардың қайығы жарылып әскери катерде зардап шегеді. Америкалық сарбаздардың денесі суда жүзіп жүрді. Ал жағалауда тастар үстінде тұтқын қыздың денесі жатты. Макс көзін биік аспанда бірақ ашады. Оны вертолет арқылы алып кетіп жатты. Келесі жолы ол ауруханада қатты жараланған сарбаздардың айқайынан өзіне келеді. Базада бірінші кезекте ол өзінің жолдасы Рованды тауып алып, ақыры бейшара қызға білгендер жасағандарын айтады. Кларк лезде келіп жетіп Максты бөліп жібереді. Жігіт енді оны куә адам ретінде алып тастауы мүмкін екенін түсінеді. Сондықтан болған оқиғаны тезірек лейтенант Райлиге айту керек еді. Ол Макстың оқиғасын өз оқиғасын айтып береді. Оның әйел толғатып жатқанда оны палатаға нәсіліне қарап кіргізбей қойыпты. Әйел адам қабылдау бөлмесінде босанған екен. Лейтенантты болса түрмеге тастапты. Ол ауруханаға басына көтеріп дәрігерді өлтірмек болған екен. Оны түрмеде бас тазаланғанша ұстаған екен. Ол тек әйелі мен баласына қайтуды аңсапты. Сонда ол ойлана келе болған іс болды. Бояуы сіңді деп системаға қарсы шықпауды жөн көріпті. Лейтенант жай ғана взводты бөліп, оларды 5 түрлі жаққа жіберетін. Ал Макс демалып барлығын ұмытуы керек еді. Макс ештеңе жасай алмайтындығына өзін сендіреді. Ол Кларкты сол сәтте атып тастай алмайтын. Макс пен Рованың айналасында пайдасы жоқ қатардағы Черри жүреді. Ол өзі взводтың жоғалтып алған еді. Енді қайда барарын білмейтін. Балақай соғыста байқаусызда келіп қалғаны анық еді. Кенет жарылыс орын алып барлығы жерге жата қалады. Біреу мина басып кеткен еді. Бұл жолы болғыш қатардағы Черри болып шығады. Ешкім тіпті таңғалмайды. Оның бірінші минуттардан-ақ өлері анық еді. Максқа жігіттің өлімі күлкіге айналғанын ұнамайды. Өлімнің жақын екені олардың барлығының қолын байлайтын. Сондықтан олар ойына келген жасайтын болады. Макс бірқатар ережелерді бұзып өтіп, лейтенанттан айналып өтіп, капитан Хиллдің алдынан бірақ шығады. Бірақ Райли барлығын жеткізіп қойған еді. Капитан Макстан өзінің әрекеттерімен халықаралық жанжалды шығаруы мүмкін екендігін айтады. Бейшара қызға еніксе ешқалай көмек бере алмайсың. Қатардағы жауынгер соттың шешімі екіталай болуын түсіну керек еді. Оларды соттағанмен түрмеге ешкімді жаппайтын еді. Олар сосын кек алғысы келетін. Ал Макстың әйелі мен баласы болатын. Капитан тіпті барлық маскасын шешіп тастап, Мезер фонның өмірін құтқарғанын айтады. Қызбен әрине ол артық кет, бірақ ол әрі бала болатын. Сержанттың жасы небәрі 20-да. Кешке Максты біреу аңдып туалетте кезінде граната лақтырмақ болады. Сөйтсек бұл капрал Кларк болып шығады.
Мас Хэтчер оны байқамай ұстап береді. Зажигалкасын түсіріп алған Макс едендегі гранатаны байқап соңғы сәтте шығып үлгереді. Ашулы Макс қолына күрек алып казармаға кіріп барып бар күшімен Кларктың басынан ұрады. Ал Мёзефқа болған оқиға жайлы барлығын айтқан, ешкімнің ісі жоқ екендігін айтады. Сондықтан ол Максты өлтіруге тырыспаса да болатын. Барда Максты қасына бір бейтаныс келіп отырады. Егер қатардағы жауынгер пистолетті дар алдына қойып отырса, сөзсіз бір проблемасы бары анық еді. Ер адам діни қызметкер болатын, сондықтан Максқа барын айтып салуға кеңес береді. Макс отрядтың бейшара қызбен не істегенін айтып береді. Ал бейтаныс мұның әрбір құлаққа жетуіне көмектеседі. Жақын арада қыздың денесі де табылады. Басына күректің ізі алған Кларк кінәлі еместігін айтады. Ол және Мёзер сияқтылар мұндай емес, соғыс алаңында болу керектігін айтады. Ақымақ Хэтчер Макстың басқа сарбаздар сияқты тәжірибесі болмағандықтан қылмыс жасаудан бас тартқанын айтады. Диас мұны қорыққаннан жасағанын мойындайды. Ал Мёзер басқа да вьетнамдықтарға көмектескенін айтып ақталады. Bir балақайға тіпті ол жасаны дем берген екен. Қатардағы Диас Каторға 8 жылға сотталады. Қатардағы Хэтчер Каторға 15 жылға кетеді. Капрал ауыр режимді колонияға өмір бойына сотталады. Сержант Мёзер 10 жылға Каторға кетеді. Макс сотталушылардың жанына өтіп жатып, кек жайлы айтқандарын есіне алып, троллейбуста есін жияды. Жаңа қыз орамалын тастап түсіп кеткен екен. Макс бейтаныс қыздың ұмытқан затын қайтарып береді және ол бір жанды есіне салғанын мойындайды. Бір қорқынышты түстегі бір жанды есіне салыпты. Және қыз бұл қорқынышты түс ақыры бітті деп үміттенеді. Осымен бүгінгі киношоу аяқталды. Соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Міндетті түрде каналға тіркеліп лайк бас. Чао!